Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен құлпынай және банан қосылған үй жағдайында жасалған коктейльдің құрамымен бөлісетін боламын. Толық құрамы описание бөлімінде жазылып тұрады. Бізге ең алдымен блендерге құлпынайды саламыз. Яғни құлпынай қосылған коктейль, оның үстіне балмұздақты саламыз. Және де 2-3 ас қасық шекер салатын боламыз. Енді үстіне жарты литр сүт құямыз. Барлық құрамын мен алдын ала тоңазытқышта мұздатып алдым, немесе жасап болғаннан кейін тоңазытқышқа салып қойсақ та болады. Барлығын салып болғаннан кейін блендерді қосып, жақсылап араластырамыз. Дәмі өте керемет шығады. Сіздер де ерінбей жасап көріңіздер. Және де кафедегі, ресторандағы коктейльдерден дәмі өте дәмді деп айта аламын. Міне барлығын жақсылап араластырып болдым. Көбігі барлығы әдемі болып шығып тұр. Стаканға құйып іше берсек болады. Енді банан қосылған коктейль дайындаймыз. Алдымен бананды саламыз. Және де шекер 2-3 қасық, балмұздақ барлығын салып, үстіне сүт құйып, жақсылап араластырамыз тағы да. Міне біздің коктейльдер дайын. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліңіздер. Рахмет.